салып сыбдырды, ойлы-қырлы жерлермен ытқып жүгірді. Қарап еді артына, қиығын салып көзінің, келе жатқан томпаңдап көжегі екен өзінің. Бір күні қоян былай қайғырыпты. Мені бүкіл адамдар да, қасқыр, аю, түлкілерде мені қорқыта береді. Тықыр етсе, мен шошып кетемін. Одан да мен өзенге батып өлгенім жақсы. Өзенге қарай бара жатқанда алдынан қой шығады. Қоянның дыбысына қорыққан қойлар үркіп қаша бастайды. Менен де қорқатын жануарлар да бар екен ғой. Тезірек үйшігіме қайтайын.